Мүлдем өз-өзіне жанашмайтын әйелдерге менің жыным келеді. Айналайын, сен жауапкерлік ала алмасаң, онда балаларыңды неменеге туып жүрсің деймін ғой. Өте көп келеді да, жабығу, күйзелісте жүрген, жан дүниесі тыныш емес, осындай әйелдер келеді, бүкіл барлық өмірінің қиындықтарын күйеуден көреді. Күйеуім оңбаған, күйеуім ішеді, күйеуімді өзгерте алмай жатырмын, күйеуіме жақпай жатырмын, мен істеймін, ол ештеңе істемейді, жатады. Сондықтан дейді да, өліп алғым келеді дейді. Тіпті көбі қызметшілер, неше рет өзіме қол жұмсайын деген. Қазір балаларымның да мінезі өзгеріп кетті дейді да. Ол өлуді ойлап жүр. Оның тек қана бас қатыратыны күйеуі. Күйеуім тастап кетті, я болмаса күйеуім мені ұра береді, күйеуімді өзгерте алмай жатырмын дегенге бас қатырып алған. Мына 2 баланы өмірге әкелдім ғой, мен осыларға қандай өмір сыйлайын, бұларға қалай үлгі болайын, өзімді қалай өзгертейін. Қазір күйзеліп жүр, я жақсы күйзеліп жүрмін, бірақ осы күйзелістен шығатынның жолы бар ма дегенді мүлдем ізденбейді. Тек қана өліп аламын, өзімді қинау арқылы күйеуім маған жан ашса деп ойлайды. Ешкімнің жаны ашымайды сенің өз-өзіңе жаның ашымаған жағдай астында. Сен күйзеліп тұрсаң, онда күйзелістен шығудың жолы қайсы деген кезде. Егер ақшаң жоқ болса, онда дәл қазіргі кезеңде мен қиналып тұрмын, мен әзіргі кезеңде ақшасыз жүрмін. Енді онда өмірімді өзгертуге маған не көмектеседі деген туралы ізден. Балалар шағаң басқа біреудің есігінде телміреп, көзі жәутеңдеп, біреудің асқан тамағын ішіп жүруіне сен қалай қиып тастап кетесің сонда? Сен қалай оларға дәтің барады? Онда сен жауапкерлік ала алмасаң, оларды есейте алмасаң, өмірге не үшін әкелдің? Балаларыңның өзі мінезі өзгеріп кеткенін көріп тұрып, ешқандай өзгеруге, болмаса бір жақсы өмірге құлшынбайтын және өмір сүруге деген құлқы мүлдем жоқ аналар қазіргі кезінде өте көп екен. Олардан бұрын солардан туған балаларына жаным ашиды шыны керек. Дәл осы әйелден туған балалар ертеңгі күні қалай өмір сүреді, олардың өмірі не болады деп ойлаймын. Өйткені балалардың ертеңгі күні анасына байланысты болады. Біздің болашағымыз, ертеңгі біздің ұлтымыздың, біздің халқымыздың бүкіл болашағы балалардың, ұрпақтардың қолында. Онда ұрпақты тәрбиелейтін кім? Ол ана. Сен өзің көңілді өмір сүруді, болмаса өзгеруді, жақсы өмір сүруді сенің өзің білмей жатсаң, ертеңгі күні балаң оны қайдан үйренеді деп қарайсың. Сондықтан әрбір аналар біз өз-өзімізге жауапкерлік алып, тек қана барлығын күйеуге, еркекке итере бермей, өз өмірімізді өзіміз қолға алайық. Өйткені сенің өмірің еркек үшін емес. Сен өзгерген кезде, сенің айналаң өзгеретініне көзіңді жеткізгің келсе, алдымен өзіңнен бастап өзгеріп көрсең екен.